Өте нәзік испанский чизкейк. Сүзбе ірімшікке қант салып, миксермен араластырамыз. Төрт жұмыртқаны бір-бірден қосып, ең төменгі жылдамдықта миксермен араластырамыз. Сливке құйып, төмен жылдамдықпен араластыруды жалғастырамыз. Оны қосамыз. Қоспа густой болғанша араластырамыз. Формаға пергамент қағазын саламыз. Духовкада 45-50 минут 200 градуста пісіреміз. Піскеннен кейін 1-2 сағат тұру керек. Астарыңыз дәмді болсын.